осы еліміздегі бүгінгі 5 маусым күні 2022 жылдың бүкіл халықтық референдумға қатысуға осы отбасымен келіп отырмын. Осы Мақтаарал ауданында Карл Маркс көшесінде тұрамыз. Өзіміз сайлау учаскесіне келіп, өзіміздің еліміздің дамуына үлкен үлес қосу мақсатында бүгін арнайы отбасымызбен келіп отырмыз. Біз әрине бүгінгі үлкен саяси науқанмен, саяси кезеңмен баршасын құттықтаймын. Бұл референдумның арқылы алдағы уақытта балаларының болашағы үшін мен жаңа Қазақстанда көптеген өзгерістердің болғанын қалаймын. Өйткені болашақ жастардікі, осы балаларымыздікі жарқын болашағы болса екен дейміз. Жаңа Қазақстанда барлығымыз бірге бір адамдай жабыла құрсақ деген ойдамыз. Mine kolum için gödesi ben mine hoş yerге. Мынау елбасымыз Тоқаев мырзаның қолдауыменен ата заңымызға өзгерістер енгізіліп жатыр екен шырағым. Соны қолдап қуаттаймын. Мынау өсіп келе жатқан балаларымыз, немерелеріміз солардың игілігіне жаңа Қазақстан болып көркейіп өркендей берсін. Жаңа Қазақстанға енді мынау жастарға жаңа Қазақстан деген жаңғыратын шығар деп ойлаймын мен шырағым. Мен Сабырбай Нәрзілді, Жолбарыс Қалшораев елді мекенінің тұрғынымын. Жасым 22-де. Жалпы осы референдумға алғаш рет қатысып отырмын. Және де мен осы референдумға өз үлесімді қосып, дауысымды бердім. Енді мемлекет басшымыз айтқандай келешек жастардың қолында деді. Осы жастарға көптеген мүмкіндіктер ашылады деген ойдамыз. Мен осы Қалшораев елді мекенінің тұрғынымын. 2 жыл болды, зейнеткермін. Осы сельский врачебный амбулаторияда акушерка қызметін атқарғанмын. 37 жыл бір салада жұмыс істедім. Осы референдумға бүгін арнайы дауыс беруге келдім. Сәттілік тілеймін. Еліміз бойынша бүгін 2-ші рет республикалық референдум өткізіліп жатыр. 2 сағаттан соң референдум учаскелері есігі жабылып, бюллетендер саналатын болады. Біз дәл қазір Мақтаарал ауданына қарасты Достық ауылдық округі Қалшораев ауылындағы Әбдалиев жалпы орта мектебінде орналасқан 389-ші сайлау учаскесіндеміз. Сайлаудың референдумның өткізілу барысы қалай болып жатыр? Төрағадан сұрап білдік. Бүгінгі науқанның жүрісі өте жақсы. Таңғы сағат 8-7-де басталғанбыз. Сайлаушылардың келу легі өте жоғары. Қазіргі сағат 18 болды. Қазіргі таңға, қазіргі уақытқа 995 сайлаушы келді. Ол 77% болады. Мұнда 6 бақылаушы келді бүгін. Және де мынау осы 2 сағаттан кейін осы сайлау комиссиясы 7 мүшесі бар. Солардың қатысуымен сағат 20:00-де жабылу салтанаты болады. Сайлаушылардың ішінде ең үлкен дегеніміз 84 жастағы Дәулетбаев Келсінбек деген ақсақал келді. Ең жасын алатын болсақ, жастарынан Әбдішәріп Асылжан Бақытжанұлы деген азамат келді. Биылғы бірінші сайлауда жалпы барлығының келешекке деген үміті зор.